Қайырлы күн, құрметті оқырман. Атырау қалалық орталық кітапханасы Қадамдар жаңа айдарының алғашқы шығарылымында актриса, Қазақ КСР-ның халық әртісі Жұпар Манапова туралы сөз қозғамақпыз. Биыл Жұпар Манапованың дүниеге келгеніне 100 жыл. Осыны айтулы мерейтойға орай Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрына келген болатынбыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін театрымыздың ардагерлерінің бірі осы театрда 1948 жылдан келіп, осы театрда өмір жолы аяқталғанша жұмыс жасаған Жұпар Манапова деген Қазақстан СССР-ның халық артисі. Сол туралы әңгіме болмақ. Ол кісілерді осы театрдың қолынан құрған адамдардың көзін көріп қалып едім. Соның бірі осы Жұпар апай. Жұпар апай жалпы өзі Алматы облысында дүниеге келген. Содан сонау 48 жылы Орал театрына келген. Сол жылдары ол Орал театры жанып кетіп, көп актерлар болып, осы біздің Гурьев театрына келіп қосылды. Соның бірі осы Жұпар апай. Жолдасы мен Әдиет Айтқалиев деген жолдасы болды. Екеуі де актер. Бұл кісі несімен ерекше болды. Бұл кісі әрі өлең айтады, әрі музыкалық аспаптарда ойнайтын. Баян тартатын, пианино тартатын, ән айтатын. Ең таң қалдырған, енді 48 жыл қай жыл екенін елестетіп көріңіздер көздеріңізге. Сол кезде оперетта деген жанр бар. Әрі өлең айтады, әрі сөйлейді, әрі билейді. Сол жанрда Розмари деген спектакльде ойнады. Ол кісі жан жақты болды. Ол трагедияны ойнайтын, драманы ойнайтын, және комедияны ойнайтын. Бір ұлы, 3 қызы болды. Жалпы енді балалары өнер жолына келген жоқ та. Өзі жолдасыменен осы театрда еңбек етті, осы театрдан аттанды о дүниеге. Ол кісінің көп рөлдері шетел драматургияларында ойнады. Шиллердің Махаббат пен зұлымдық деген, Островскийдің Құтырған ақша, содан кейін мынау өзіміздің драматургтардан Ақбөбе, Қаракөзде Ақбала, көп аналардың портреттерін жасады. Жан жақты актриса болатын. Өзі сондай мінезі қаталдау, өзінің принципі бар ұстаған партия ұйымының басшысы болды кезінде. Біздер енді ол кезде жас болдық қой. Ол кісілер келе жатқанда біздер қорқып тұратын едік. Сонымен қатар осы біздің Гурьев театрында сол кезде осы 70 жылға дейін жалғыз театр болды. Облыс аралық театрлардың ішінде халық 4 бірдей халық артистер деген атағы бар. Оның бірі мынау Қуат Төлеков, Алма Ахметова, Зарипа Сүлейменова және Жұпар Манапова. Енді өмірлер өте қиын болды. Соғыстан кейінгі жыл, ол кезде енді қазіргідей ақпа төкпе заман емес. Тұрмыстық жағдайлары да нашар болды, бірақ соған қарамастан күндіз түні деп айтуға болады. Қызмет жасады театрда. 3 айлап, 4 айлап гастрольде жүретін едік ол кезде енді. Біздер келгеннен кейін де, бізге дейін ол кісілер кәдімгідей ат арбамен жүріпті. Біздерге енді ол ертегі сияқты болып көрінгенменен, сондай жанкештілікпенен, сол өнерде соққан жүректерінің арқасында сондай қиындық кезінде жұмыс жасады. Мынау Жайық жағасында Мұнайшылар үйі деген қазір жастар театры тұрады онда. Сол кезде жұмыс жасады сол кісілер. Кішкентай театр. Бірақ режиссерлар ол кезде Москвадан келген режиссерлар болды.
Одан кейін Рашида Шарафудинова деген керемет режиссер болып, ол кісі де марқұм болып кетті. Сол кісі көп спектакльдер қойды. Соның көбінде осы Жұпар апай ойнады. Біз келгенде ол кісілер 50-лерде болатын. Соның өзінде ол кісі өте ширақ би билейтін бір спектакль болды. Сол спектакльде 4 бірдей рөлде жалғыз өзі ойнап шықты. 4 бірдей қызды ойнады, содан кейін жас әйелді ойнады, кемпірді ойнады, содан кейін көрші әйелді ойнады. Содан кейін енді ол кісінің ұстамы жалпы өнерге деген өзінің көзқарасы, батыл айтатын сөздерін сонда өзінің партнерларынан талап етеді. Енді ол кездегі актерлардың көбі оқыған жоқ қой. Білім алып келген жалғыз ең бірінші білімді Алматыдан оқып келген мына Алма Ахметова деген халық артисі болды. Содан кейін осы Жұпар апай болды. Соған қарамастан сол актерлар өздерінің жүрек қалауыменен, өздерінің тума талантыменен есте қалды. Біз солардан сабақ алдық. Оқып келгенменен ол сахнада диплом рөл ойнамайды. Талант, еңбек. Біздерге ақыл айтатын рөлдеріміз енді былай етіп ойнаңдар, былай етіп шығу керек, былай жүру керек деген сияқты. Ол енді сахнаның мәдениетін сол Жұпар апайдан үйрендік біздер. Мен ол кісінің екінші составы болып ойнадым. Жаңғырхан Махамбет туралы спектакль қойдық. Сонда Жаңғырханның әйелі Фатиманы ойнады ол кісі. Екінші мен ойнадым. Сол кезде көп маған дәріс берді ол кісі. Енді жолдасы оралдық болатын, мен де оралдықпын. Сондықтан іш тартты ма, қайдан білейін. Әлде бір жылт еткен менің бір талантымды көрді ме, әйтеуір іш тартып, маған көп сабақ берді сол кісіден. Енді мынау қазір музейде тұрмыз ғой. Сол кісілердің анау 60-шы жылдары қойылған анау жерде көйлектері тұр. Енді қазіргі көзбен қарағанда онша әдемі көрінбейді, бірақ сол киімдер тұр. Адамдар жоқ. Сол мынау Құтырған ақша деген Островскийдің керемет пьесасы болды, соны ойнады, сондағы көйлегі. Содан кейін Чеховтың Шағала деген спектаклінде Аркадийны ойнады. Мен Нинаны ойнадым. Сол киімдері тұр әнекей. Енді актерлық еңбек, ол тек бір күндік еңбек. Бұл сол күні көрермендер көреді, сол жүрегінде қалады. Содан кейін жойылып кетеді ғой енді. Кино емес. Ол кезде кино болған жоқ. Ол кісілердің қазір видеолары жоқ. Тек суреттері ғана қалды. Содан кейін енді сол кісілердің көзін көрген біздің есімізде қалды. Жалпы тарихта осы Атырау театрының, Академиялық қазақ драма театрының Махамбет атындағы діңгектері, алтын діңгектері осы кісілер. Сол кісілер біздерге әкеліп тапсырды. Қазір біздер жалғастырып келіп, жастар келді. Жастар қазір көбіне театрдың діңгектері, барлық репертуардың жүгін арқалап жүрген. Солар жалғастырып келе жатыр. Өнер өлмейді. Өнер ол біздің халықтың санасын боятуға, халықтың санасын байытуға, және біздің жасөспірімдерден бастап біз сол өнерімізді соларға көрсетіп, сол өнер арқылы сол жасөспірімдердің толық маңызды азамат болуына, азаматшылар болуына атсалысамыз. Ұлттық құндылық деп айтуға болады өнерде.
театр болсын, ол филармония болсын, ол оркестр болсын, ол біздің кәдімгі ұлттық байлығымыз. Сол ұлттық байлықты көрерменге жеткізуге, сол ұлттық байлықты көрерменнің жүрегіне қалдыруға көп еңбегін сіңірді. Өздерінің өмірлеріне қараған жоқ олар. Осы театр деп өмір сүрді. Театр үшін өздерінің жанұяларын, өздерінің семьяларын да, бала шағаларын да өздерімен бірге алып жүріп, сол 3 ай, 4 ай гастрольдерде жүргенде де өздерімен бірге жүріп, жанкешілік өмір сүрді олар. Сол үшін біз оларға ризамыз. Аруақтарына ризамыз. Әрқашан есімізге алып отырамыз. Мен сияқты үлкен солардың көзін көріп қалғандар ғой, енді жастар білмейді, бірақ дегенмен де олар да оқиды, көреді, біздің сөзіміз арқылы біледі оларды. Сондықтан ол кісілердің аты өшпейді деп ойлаймын.